Subaru Legacy 2005 жылғы 2.5 объем машина анда-санда трайт етеді. В основном перекресттардан, жаңағы светофордан қозғалғанда, орнынан қозғалғанда трайт етеді. Диагностикадан ешқандай ошибка көрсетпеген. Мен де өзім жасадым, диагностика ешқандай ошибка жоқ. Бұл Subaru'лардың бір ауруы, бұларда диагностикадан Toyota'лардық сияқты, мысалы Mercedes'тердік сияқты көрсетпейді цилиндрлардың қайсысы трайт етіп тұрғандарынша. Сондай бұл да мынандай өзімізде аппарат бар, мотор тестер. Сонымен тексердік, 3-ші цилиндр газ басқанда трайт етіп тұр. Ал атак одан кейін нормально болып кетеді. Жүріп кеткеннен кейін нормально. Только газ басқан кезде орнынан қозғалғанда трайт етеді. Сейчас кетіп қапты. Свечной провод свечасын ауыстырамыз. Ал атак Subaru'дың осындай аурулары бар. Диагностикада көрсетпейді. В основном көп машинада ондай ауру болады, бірақ енді 2005 жылғы машина осымен құрдас машиналарда көбісінде диагностикадан қайсы цилиндрді істемей тұрған көруге болады. Бұлда көре алмайсың. Именно мынандай прибор болмаса, ондайды көре алмайсың. Компьютермен диагноз жасадық. Міне 3-ші цилиндр. 3-ші цилиндр газ басқанда трайт етіп тұр. Міне мына бір жерде 3-ші цилиндр. Так, міне 3. Қалғандар нормальный. Міне мынау свечаны осылай пробивать етіп бастаған искра. Свечной проводын көрсетем. Міне свечной провод. Былай қарай шов болып кеткен ғой. Искра ұрғаны көрініп тұр. Былай шетімен сызып кеп мына жерге ұрған ғой, мына жерлер. Міне свечной шахтадан уже май жиналып тұр. Мынау сальниктарды ауыстыру керек, мына жердегі. Мына жағы да уже жіберіп тұр. Свечной провод алып келді, свеча алып келді. Свечной провод, свеча ауысты. Қазір машина жақсы болып тұр.